машина келатыр, жер тап тоқтатшы. Арпаев, Олпай, Вай. Орыспаев, қазақ. На красном мы еще проехали. Еще без ремня сидим. У тебя еще фара не горит. Тонер хочу. Ямайсың ба? 500 тенге же? А. Спасибо. С Новым годом вас. С новым счастьем. Так, машина сенде гольф, ақша сенде көп что-то. Откуда эти деньги много, а? Жақында BG Факсаж деген жұмысқа келдім. Айнұр ханыммен жұмыс жасаймын. Айына көп ақша табамын. Енді машина аламын, құдай қаласа. Жақсы онда. Мен қайтайын. Шумахер. Тоқтай, қайқай. Жұмыс уақыты біткен жоқ па әлі? Мен далада жаурап тұрғанша Айнұр хан тауып алайын. Я деньги хочу. Все, давай, She keeps reminding me that you're still gone. Дала суып кетті бар ғана, күштері сәлем бар, сөйлге бар, тамақтанайықшы. Давай. Кішкене қымбат, бірақ кәдімгідей. Жан сен үшін ғой, жылына ғой тамақтан. Я сидейікші. Содан кейін сол жерден шыққаннан кейін ана бір киім алайықшы. Күшті етіп білем сол жерде. Давай, мен де алып алайын өзіме көмекті, мен де әдемі бол. Я, бірақ сен осындай әдемісің. Алмай қойын ба? Жоқ, осылай жүреш, маған Мен осылай жан ұнайсың. кет қойшы, сен үшін ғой жан. Жан, не болды? Оранып алыпсың ба, тоңдың ба? Бұрын қыз кезінде кәдімгідей шашын бүйтіп жайып қойып жүретін едің ғой. Қойшы, дала деген суық сұлуынан жылуы. Қойшы? Иә. Жан, тез-тез жүрем, Алтұрдаға барайық та, тез-тез продукт алайық та арзан. Картошка, сәбіздерді. Сосын арзан аяқта киім болады екен скидкаға. Сосын мен кофта алып алайын. Онда давай, сен кофта аласың, мен аяғым етік алып алайыншы. Қош, 7 жыл болды ғой киіп жүрген, енді бір 3 жылға шыдайтын шығар. Өмір осы ғой, бір өзіңе киім аласың. Sometimes in life you feel the fight is over. Қойшы, не болды өзіңше? Сен көңіл күйін көтереміз, ойнатып кетіп қой бағаннан бері. Көкем қызымен сөйлеспей 3 күн болды дейсің ба? Звондасам алмайды, алып жоқ, қайық деген таба алмай жүр, маған қатты ренжіп тұрған қызым. Қызың таппай жүрсің ба? Иә. Бауырым, мен алдында қызыммен ұрыспайын келсе сағынышпен. Мына программа бар. Type мессенджер деген қара. Программаға кіресің, міне қара, сағыныш қой, мысалға. Міне көрдің ба, мынау үйде отыр. Короче, бүйтесің да, контактыға кіресің, бинокльді қосасың, міне қалаған адамды көре бересің. Міне осылар все, көке, Жан, қазір Type мессенджер деген шықты білесің ба? Кім қаяқта, кім не істеп жатқанын біліп аласың. Онда күшті екен ғой, менде соткама жазып аламын да, сізді не істеп жүрсіз, бәрін біліп отыратын болдым. Аты қандай еді? Жан, қойшы, не істейсің оны? Екеуміз бақытты болғанымыз жақсы ғой, ең Заманбек ауырады ғой, мына жерден тачы, мына жерден ауырмайды сол кезде. Жындысың ба, сен шашынан тартасың, дәу, мен саған қарайды деп ойлайсың ба, а? Тартпа мен шашынан ұшқан тығып алам тура. Заманбек, қойшы ауырады ғой. Мектебім, аялы мектебім, бағымда гүлдей боп көк. Ама мен үйренетін шығармын. Қандай қыз ол? Оқыған, тоқыған, тәрбиелі қыз болатын болсын. Ана сандуғаштың келіні ұқсап, не надо маған. Таңнан кешке дейін отырып, өсек айтып, не надо маған, ондай қыз әкеме маған. Көші. Қай жақтың қыз? Ертең қалың-малын миллион деп картоп жарып отпасын. Сразу біліп ал, әпкелері бар ма? Әпкелері болса құлақтарына сырға салу керек. Қоржыны бар, киіті бар. Талғат, ана банкта інім бар деп едің ғой, сұрап берші, қанша шығарып бере алады екен. Главное, өзіңе ұнайды ғой. Ұнаса болды. Дипломның қажеті жоқ. Зачем ол күйеуімен жарысып жұмыс істеп, ана қарлығаштың келіні ұқсап, ертең таңнан кешке дейін жұмыс істеп. Зачем не надо? Главное, сен бізді асырайсың. Бірінші жұмысыңды істеп ал, үйіңді сатып ал, машинаңды сатып ал, болды, потом аласың. 30-ға келдім ғой, мен класстастарым 2-3-4-ші классын алып. Қойшы, прям болмай баратса, ана Қайырбектің қызы отыр, как раз байға тие алмай. Вот соны алып берем, маған өзіме ұнайды лично сол.